Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен шүкіршілік дәптерін бірге жинайтын боламыз. Бұл бізде дайын каналда бар. Дайын каналда тек қана шүкіршілік дәптері емес, сонымен қатар Рамазан күнделігі және ораза кестесі дұғасымен бірге бар. Әрине, ең алдымен осылай шаблонды шығарып аламыз. Бізде каналда барлығы түсінікті етіп айтылған. Бұл бізде бірінші бет және обороты. Ал мынау бізде екінші беті. Міне ортасынан сіздер степлермен қыстырасыздар немесе переплеттасаңыздар да болады. Мына екінші беттің обороты. Ал келесі бізде үшінші беті. Міне үшінші бет. Бұл үшінші бетті сіздер шексіз шығара аласыздар өздеріңізге қажетінше. Ал енді принтерден шығарған кезде қалай шатастырмаймыз, соны көрсетейін. Мынау бізде үшінші лист деп тұрады. Үшінші лист дәл осылай шығады принтерден. Міне соны алып, мына келесі беті ақ бет болып тұрады. Дәл осылай принтерге салып жібересіздер. Сол кезде үшінші лист оборот дегенді осы бетке шығарасыздар. Сол кезде сізде барлығы дұрыс шығады. Ал енді қазір біз ортасындағы қара сызық бойынша бүктейтін боламыз. Мен алдын ала осылай барлығын бүктеп алдым. Ал енді орналастырайық. Орналастырғанда ең бірінші обложка обороты, содан кейін бірінші лист деп тұрады міне. Және оның обороты. Міне, мынау бізде екінші лист обороты былай осылай түсіресіздер. Сол кезде ортасынан степлерлеп немесе переплеттап осылай дайын болады. Ал енді кішкене обзор жасайын осы шүкіршілік дәптерге. Міне осылай шатаспай өте оңай жолмен осылай шүкіршілік дәптерін немесе Рамазан айына арналған күнделікті осылай шығарып алсаңыздар болады.